Видеоның басында бірдеңе айтып қазір жаз айы келатыр, иә. Жаз айына дейін, маусымға дейін менің каналымда 4000 подписчик болса, мен сіздерге жынды бір керемет видео шығарам. Яғни ол видеоны түсіріп қойдым, бірақ жақында 4000 подписчик болса шығарам. Жазға дейін, ал жазға дейін жинап үлгермесем, ол видео вообще кейінге қалдыратын боламын. Опа, қалайсыңдар? Кебоса, сендермен бірге мен Нұреден. Сендер бүгінгі видео қандай екенін білесіңдер ме? Әрине білесіңдер, өткен видеоның атында жазылып тұр. Иә, мінекей сұрақ жауап түсірмегелі өте көп уақыт өтіп кетті. Енді мен сіздерге түсірейін деп отырмын. Және де мен бұл видеоны түсірмес бұрын ойландым. Мен сұрақтарды қайдан алам? Гребаный YouTube маған сообщество бөлімін жауып тастады. Қайдағы жоқ бір причиналарға байланысты. Ал менде басқа жерде социальный сеттерде жоқ. Сосын мен YouTube каналымды ақтарып отырсам, секретный доступта бір видеоға қапты. Ол сұрақ қалдыр деген. Кіріп қалсам астында сұрақтар бар екен, соларды оқи салайын дедім. Негізінде білесіздер ме, бұл видео осы сұрақтарға жауап түсірілген 1-2 ай бұрын, бірақ оны түсіріп монтаждап біткен соң барып ол видеоны шығармаймын деп шештім. Білмеймін, бір-екі причиналарға байланысты. Ал сіздерге дәл қазір түсіріп тұрмын. Ал ендеше не отырсыз? Білемін, мен тұрып тұр екенмін ғой. Let's go. Қайда тұрасың? Жоқ, осы түсінбеймін. Мен қайда тұратым саған не үшін қызық? Әлде үйіме келейін деп жүрсің ба? Үйің бар ма? Жоқ, мен үйде түсіріп атқан жоқпын, мен бомжмын. Мынау жай ғана монтажынан бар иллюзия. Мен негізі үйім жоқ, далада түсіріп атырмын. Сенің видеоларыңды біреу плагиат етті ма? Еткен, яғни менің превьюларымды ұрлағандар да бар, және де менің идеяларымды. Яғни мен бұрын Free Fire ойнайтын, осы 2-3 ай бұрын ба удалить етсем, прикиньте, ол жерде менде 4 магический куб болған, там очень жесткий аккаунт болған етін, типа олдский. Короче, ол аккаунттан айырылып қалдым. Өзіңді красавчикпін деп ойлайсың? Жоқ, мен өзімді красавчикпін деп ойламаймын, бірақ красавчик мен үйімде тұрады, яғни мен күнде оны айнада қараймын. Сен ақсың ба, қарасың ба? Жоқ, негізі көрініп тұр ма? Негізі мен қарамын, мен негермін. Білесің бе, сен бұрын 91 фанаты болғансың. Ол кезде дейтін, типа ол хайповый топ болғандықтан мен арасында сөйтіп просмотр жинау үшін сөйтіп істеген едім. Сен қалай видео түсіресің? Қызың бар ма? Менің қызым жоқ, бірақ менің үйімдегі айнадағы жігіттің қызы бар. ютубқа қалай келдің? В смысле қалай келдің? Сен мысалы маған комментарий жазып өтсің, значит сен ютубта регистрация жасап канал ашқансың. Ал мен болсам қазақ ютуберлеріне жаман комментарий жазу үшін осы каналды аштым. Ютуберлерден кімді жек көресің? Мен ютуберлерден ешқандай ютубер жек көрейін, бәрін жақсы көремін. Сүйікті ойының Майнкрафт, сука, это моя жизнь, блядь! Майнкрафт! Дәл қазір уақытта CSGO, яғни Counter-Strike Global Offensive. Жақында ғана ойнап бастадым, өте қызық ойын. Сүйікті фильмім, мен бірінші орынға Мстителейді қоямын, Марвелдің киноларын. Мстителей фила. Өзің туралы факт айт. В смысле факт айт? Мен каналымда 2000 туралы 20 фактиге шықты, сонда 40 факт айттым мен сендерге. Жан досың бар ма? Бар. Осы сен неге ютуберлер жайлы түсіре бересің? Өйткені мен де ютубермін. Ауылда тұрасың? Конечно. Жылқыға міне аласың ба? Әрине міне аламын. 1-2 әлде 3-4-5. Қандай спортпен айналыстым? Мен дейтін 6-шы ма әлде 7-ші классқа дейін ба күреспен айналыстым. Походу 6-шы классқа дейін, Жоқ, оны отжимание жасасын. Смысл оны отжимание? Бұл жерге мен сұрақ қалдыр деген білесіз ба, братан? Ал сен маған тапсырма қойып жатсың. Free Fire жоқ, ойнамаймын. Конечно, Майнкрафт менің өмірім ғой. Наконец-то сұрақтарға жауап беріп бітірдім. Короче, ұнады деген ойдамын, және де неге видео шықпай кеткеніне жауап берейін. Біріншіден мен компьютерімді переустановить еттім. Және де мен монтаждайтын видео программаларым өшіп қалды. Жаңасын баса алмай жатырмын. Егер осы видеоны көріп отырсаңдар, значит мен басқамын. Енді монтаж жасап, жаңа программамен монтаж жасап үйреніп жатырмын деп айтсам да болады. Ал енді оцените, бірақ алдыңғыдан айырмашылығы өте жоқ деп ойлаймын. Өтініш лайк басайықшы, пожалуйста, сіздерден өтініп тезірек 4000 подписчик жинайық. Ал егер тіркелмесең, тіркеліп қойсаң керемет, молодец. Достарыңа тарат, репост жаса и екінші аккаунтыңнан тіркел, қиын болмаса әрине. Ал ол негізі өте жынды видео, мен где-то бір аптадай ма түсірдім ол видеоны, 2 күн түсірдім, қанша 4-5 күн ба монтаждап тастадым, даже мен ұмытқаным қанша күн монтаждағанымды. Негізі ол өте керемет видео, ол жерде мен жаман қиналамын, так что давайте 4000 подписчик.